Естіңдер ма? Не? Прикинь, тыртық түрмеден шықты ғой. Қош? Мол? Мылтықтың баяғы жігіті ғой. Кекші. Кім бар ей? Ағайын. Ағайын. Кім бар? Сіз алдындағы бас құда емессіз ба? Сендер вообще мен айналам бәрін қырып кетқандан білесіңдер ма? Шамал күтсек мен алып қашатын түрлері бар ғой. Өлі біздіңдегілер тағы біреуді алып қашты ма? Жаңа жұмыстан келген едім, естімеппін. Бәрін қойыншы құда, шекші. Сенікі бәріне бір текст деген, әңге шекші деп. Арақ көп өдің үйлеріңде? Қыз бергеннің назы бар құда. Ол бергенің деген. Не дейсіз құда? Өй, жүргін. Ешкім алып қашқан жоқ. Өзі келді. Тем более құда, қыздың өзі келіпті. Енді бұл кісілер шыға алмайды. Алдына апалар жатып алған шығар. Апалар емес, аталар жатып алған деңізші. Кеше, не деп тұрсыз? Бұл баланы байқамай шатастырып әкелген ғой. Сәлі болса бұл, алып қалуға дайын тұрады екенсіз. Сондай ма? Енді бұл баланы алып қалу керек па? Жоқ үй болды, өзі де кетіп баратыр. Кетпеймен қалам болды осы үйде. Өмірім соңына дейін осы үйдің болды қызметіндемін мен. Жындеке? Анау жындысың ба сен? Шығып былай. Слабый. Қалам деген қатың құсап. Шық. Не шығып бұны, не? Соң айтып. Болды айналайындар. Алып қаша бермеңдерші. Ана Михонның үйіне ұят болды ғой. Сендер алып қашпаған әжесі ғана қалды, енді шілей оны да алып қашпайтын жерсіңдер, Шығады бұлардан. Болды, ренжімеңіздерші болашақ құдалар. Соңында бір әйтеуір құда боламыз-ау. Қош, болмай қой. Хабарласпаңдар сізге. Үйден ар жүріңдер. Жоқ, басы жаңалық жоқ, тыныш сол. Жаңалық сол үйленгенбіз ғой. Жоқ, көтерген жоқ әлі. Ау? Тексеріліп көру керек болған. Көреміз ғой. Мақұл, давай, жақсы. Кіммен сөйлесіп жатсыз? Жолдас бала ғой. Келіншегі көтеріпті, соны айтып жатыр. Сен қандай қатысың бар ғой? Ешқандай қатысым жоқ қойсын. Просто айтып жатыр да. Сенің келіншегін көтерді ма деп. Оны сұрап жатыр. Автомат емес шығармысың, бірден көтеретін. Не болды сонша асықтырып? Оның үстіне үйде адамдар да көп қой. Ешкім асықтырып атқан жоқ. Жай неғып айтып жатырмын. Тексеріліп көрмейміз ба? Мен өзім әйтеуір үйленбей тұрып жаңа қорғанға барып келем. Жайша жаңа қорғанға? Жаңа қорғанға да? Не үшін? Әшейін аталары бар еді. Соған жаңа құран оқытып қайтқан екен. Болды, барсақ барып тексеріп келейік. Ешқандай артықшылығы жоқ қой. Көрейік. Сен жындысың ба шамалы? Не болды? Қалам деп қоймаған қалай кетті? Ұятқа қалым ғой жерде. Неше түрлі осы уақытқа дейін бомба қыздармен сөйлесіп келіп, мылтыққа сынып қалған қалай кетті? Енді мен мылтықты ғана болашақ жарым ретінде ғана көре аламын ғой, болды елестете аламын осы. Қумаси, сендер мылтық екеуін қосылсаңдар, ондай жұп болмайсыңдар. Енді? Мен сендердің примерно қандай жұп болатындарыңды елестетіп отырмын. Не қуып өтсің, ей? Сондай жұп боласыңдар, дәл сондай. Қумашы, досыңды қайта қолдаудың орнына не істеп өтсің, не ірітіп өтсің? Неші бар? Мынауың жынды екен ғой. Сен уже қатын құсап ренжитін бопсың ғой, Отан ақысы бопсың ғой. Жағдай солай, дәрігер мырза.
Түсінікті жағдайларыңыз. Мен сіздерге айтар кеңесім, түнімен көп тамақ ішу керек сіздерге. Түсінген боларсыздар. Тамақ ішсек болды ма? Тамақ ішіп жатыр дейді, тамақ ішу керек. Деңгейім жақсы дейді тамақты. Жоқ, сіз түсінбедіңіз-ау деймін. Тамақ көп ішу керек түнде. Тамақ жатарға түнімен ішу ауыр болады асқазан. Екеумізге түнде. Екеуміз тамақ ішеміз. Сөйтіп айтпайсыз ба? Тамақ ішуді өлтіріп жатыр. Аппетит мощный бізде. Болды ғой рахмет. Сол ғана. Сол ғана ма енді ары қарай? Болып тұр да, диетолог мырза. Жақсы. Жолдарыңыз болсын. Келіп тұрыңыздар. Болды. Маған да тамақ ішу керек. Кім? Айдана! Осы жігіт туралы информация керек. Не вот, басыга, ұнатып қалдыңыз ба? Чего? Бакада, признавочки, большевики сал жүрсеңші, админ, анон деп. Ау? Болды, іздестіреміз басыге. Жан, қайтпаймыз ба біз? Ауылда жата беріп, бұл жақта сет жоқ. Жұмыс не болып жатыр екен өзі? Сол жұмыстарыңыз не болып жатыр екен айтпақшы. Қараусыз қалған шығар, бір жағынан мейхоннан да ұят болды ше. Үйіне жатып алдық, арам тамақ болды. Қайда ешқандай ағамайды. Ол қалада қазір карантин, универ жұмыс болып жатқан жоқ шығар, ол ауылда жүре бермейсіздер ма? Жағынан барып жұмыс істегенде дұрыс енді ол. Ол жұмыс жоқ десең жоғала береді. Бірақ негізі сен ауылдарын керемет екен, кеткін келмейді. Адамдардың пейілі қандай керемет, кеткін келмейді, жата бергін келеді ауылда. Пейілі кен ғой бізде, Өнеге? Ау, ханым. Екеуміз тамақ ішіп алмаймыз ба? Екеуің ғана кресовать етіп тамақ ішейін деп отырсыңдар ма? Біз де ішейік та, қарнымыз ашты ғой. Қалай біз екеуміз ғана тамақ ішіп үйренгенбіз, біз де ішейік деген. Не болды, Михон ағай бөлектеніп, бірге ішейік та? Соны айтамын, базар жоқ, екеуің жұмат екенсіңдер кәдімгідей. Михон есіңде ма? Баяғыда универде Мереке екеуміз тамақ ішетін кезде обязательно сені шақырып алатын едік. Сенсіз тамақ батпайды, келші қасымызға келіп отыршы деп. Бірге ішейік деп. Сол базеге біз тамақты екеуміз-ақ ішіп үйреніп қалғанбыз біз. Не отырқышын жалынып бұларға. Арам тамақтар жесе жей берсін өздері. Қазір біз үшеуміз, Толик үшеуміз өлтіріп, опырып тұрып тамақ ішіп аламыз. Сөйтіндер, Біздің Толик аппетитті ашып отырады ғой кәдімгідей ше. Толикке қарасаң тамақтана бергің келеді. Қайта. Айтпақшы, Азиз қайда? Азизді көрмедіңдер ма? Білмеймін. Мылтық, сен 1 минут қабыл ма? Оңаша шығарып бұрып кетейін деп тұрған жоқсын ба әйтеуір? Жоқ, просто ана қасындағы қыздардан ыңғайсызданып тұрған ғой. Мына гүл саған. Не істеймін мен бұны? Жейсің. Жоқ, мына шоколадты жейсің да, мына гүлді вазаға салып қоясың. Ренжіме. Мына гүлді қайдан алдың? Біздің ауылда гүл сатпайтын еді ғой. Зато орыс мола жақын екен ғой ауылдарыңа. Бопты. Рахмет көңіліне. Бір түрлі екен де, бұрын маған ешкім гүл сыйламаған. Айтшы, саған бола осы ауылдан цветочный магазин ашып қояйын ба? Бопты. Рахмет. Болды, жақсы.
Достар, қалай сериал ұнап жатыр ма? Егер сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлай алсақ, онда біз өте қуаныштымыз. Ал енді 30 секунд уақыттарыңызды маған бөлсеңіздер. Құрметті шымкенттіктер, егер сіздер дәмді, халал әрі қолжетімді бағадағы тамақтанатын орынды іздеп жүрсеңіздер, Төреқұлов 53-тегі Кәусардың есігі сіздер үшін айқара ашық. Бұл жерде өте жоғары деңгейдегі қызметпен бірге барлық дәмді тағамдардың түрлерін таба аласыздар. Осы орайда Қыздар ай сериалының барлық актер-актрисалары дәл осы Төреқұлов 53-тегі Кәусардан тамақтанамыз. Сіздерді де шақырамыз. Гуни қайда, Михон? Тамақ ішкен жерді жинап отыр. Ақыр бізге кетпей ішіп алдыңдар ма сендер тамақты? Адам емес екенсіздер, ағай. Қайтпайды екенсіңдер. Ой, бала бақытты. Не болды, жігітіңмен кездесіп жатсың ба? Тыныштық ба? Не болды? Чоты есіктерің алдында тыртықтың балдары жүгі. Біреуіңді аңдып жүрген жоқ па? Тыртық? Кім ол? Тыртық деген мылтықтың баяғы жігіті. Немене бәле, тыртық, мылтық енді жыртықпен қолтық болса, үлкен әулет болады екен ғой. Абайла, ол өте бұзақы жігіт. Бұзақы жігіт ол кеше ғана түрмеден шыққан. Қиын болады жағдайларың. Екеуі де бұзақы десеу шымен? Негізі бар ғой, айтайын ба? Мылтық пен тыртықтың махаббаты бұрын ауылда хит махаббат болды ғой. Қош? Күшті махаббат болды, олардың махаббаты. Неге? Себебі мылтыққа темек шегетін жігіттер ұнамай қалған. Қойдым мен темек. Мылтыққа насыбай ататын жігіттер ұнай ма? Бопты мен кете берейін, мен кеттім мен. Абайландар. Сен өзің абайла, Сен негізі тыртықты кезінде ұстап жүрген сен ғой білесің ба? Так что абайлана формың шешпей жүр. Айтпақшы, мен барып 3-4 форма қабаттап киіп алайын мен. Қиын. Жатардан қысқы формың киіп жүр. Болды. Абайла. Алдында тыртық. Жүре. Ол бала қояр емес қой. Кешке столовкаға шақырыңдар. Тыртық шақырып отыр деңдер. Болды, тыртыке. Қыз теке дейсен болдың ба? Бір түрлі естілер деген. Тыртық дейбеш, осыңдар. Не болды, мылтық? Махаббаттан басың айналып отыр ғой. Жоғи. Просто гүлдердің иісі жақсы екен де. Ойлан, Азир жақсы жігіт сияқты. Жоғи, қайда? Тура қыз текелер сияқты ғой. Ұнамайды ол маған вообще. Ұнатпасаң бірден айт, алда тыртық жүр. Ертең Азизге бір нәрсе жасап қоймасын. Қош, тыртық түрмеден шыққан ма не? Не болды? Әзіз деген сен ба? Кешке каналыға тыртық стрелкаға шақырып отыр. Кешікпей кел. Каналыңды білмейді екен бауырым, мен бияқтық емессің ғой ше. Ана Досжанның магазині бар ғой. Содан оңға бұрылсаң, тура жүрсең алдынан канал шығады. Сол каналда күтеміз сағаты 7-те. Сен мен дұрыс түсінбедің ба не? Мен бұл жақтық емессің ғой бауырым, бұл қалаңдық емессің ғой. Не деп кеттің сен? Бауырым, әңгімеңді көп созбаш. Ауылдың адамдарынан сұрасаң, саған конкретно айтып беріп жібереді. Осылай жүр деп. Түсіндің ба? Қалай барам мен оған? Мына тура жүріп өтіпсің ғой. Содан сол осы қолға бұрыласында тура жүрсең, алдынан канал шығады. Түсіндің ба? Кешікпей кел сол жерге. Болды, давай. Жолдарың болсын. Давай. От алдыр машинаны. Машина от алмай жатыр. Итер жүрші. Ят қылдыңдар ғой. Бауырым, көмектесші кел. Кетей. Хады екенсің.
не істейміз енді? Ұйықтайықшы, ұйқы келіп кетті. Не істегенде бүйтейік ол. Арыз жазайық, сөйтіп полицияға ұстатып жіберейік те. Арыз жазып, немене мен терпела дейсің бе? Бүйтеміз, короче. Сендер үшін шақырдым. Бүйтеміз, барлығымыз барамыз ғой сол жаққа. Сосын сендер бірінші кетіп қаласыңдар да, барлығын талдырып ұйықтатасыңдар. Сосын мен артынан асықпай барып, қолдарына кісендерін сап, бөлімшеге алып кете беремін да. Өте мықты, керемет. Не деген, Біз оны талдыратын болсақ, сен неменеге шақырып отырмыз? Оны ұрып талдыратын шамамыз болса. Көріп тұрсың ғой? Екеуін көріп тұрсың, ілмейіп. Неге шамасы жетеді, не екеуін? Не айтып отырсың, не? Бір қанша арық болғанмен ұрғанын ұйықтатады бас екен. О, таптым. Бүйтейік та. Сөйтейік. Бәріміз бүйтейік. Күшті екен, Істеп жатсыңдар. Бүйтейік дедіңіз ғой? Идея айтайын деп жатырмын. Идея. Бүйтеміз, короче. Қазір мен сендеріне көздің тұсына кішкентай жасырын микрофон тақып берем. Сөйтеміз дағын, анайқа барамыз ғой. Сөйтіп өзім бер жағында ана кинодағыдай подкреплениемен тығылып күтіп отырады. Газельдің ішінде отырады. Газельде отырады ғой. Бар еді. Дауысын бәрін естіп тұрады. Күшті. Наушник болады ғой. Бәріміз отырамыз біз. Сосын оңтай olsun күтеміз ғой біз. Болып қалады ау деп. Сөйтіп ана іс Насырға шаптау деген кезде. Шаптырды деген кезде бірден. Шапты дейді. Шапты. Іс Насырға шаптау дегенде өзім барамды бәрін бүйтіп ұстап аламын. Аплодисмент. Керемет. Мықты екен осы. Күшті ғой. Осы идеяң мощный сен бауыр. Бірақ бір но болып тұр ғой. Не но? Менде жаңағыдай кішкентай микрофондар жоқ ондай менде. Ауылда тек әншілердің микрофоны бар, андай бола ма? Бүйтіп ұстайтын ба? Болады сол. Болады бе? Енді микрофон ұстап тұрған не бар екен? Әшейін ұстап жүрген шығар деп ойлаймын. Алып берем ондай? Микрофонмен тұр. Сосын айтамыз ғой, өзіміздің ойымыз осы жалпы. Трекі сіз не дейсіз деп. Не деп кеттіңдер? Менде AirPods наушник бар міне. Мынау. Осымен болады. Наушник қой мынау. Беспроводной наушник қой. Сымы болады да, короче. Сымы болмайды оның. Телефонға тығылып тұрады, осы сол. Әкеше, қоймаш, беспроводной наушник сымы жоқ бұның. Қандай ол? AirPods кәдім беспроводной. Беспроводной деп жатыр ғой, проводсыз дейді. Провод деген сым. Сым ғой. Айтып тұрмын ғой. Қырқан ғына. Қойшы, бұған түсіндірем дегенше бар ғой, таң атады. Не қылайық, ертерек барайық кетік. Кешіп қалсақ қазір тыртық ағай ұрсып жүрмесін. Ек қойып жүрмесін. Бұрышқа тұрғызып қойды. Кеттік ондай. Шығамыз ба? Шығайық. Жолдарың болсын, байлап жүріңдер. Кетпей бір тамақтанайын. Қойшы, екеуің жаман ашқарақ екенсіңдер, базар жоқ, тамақ ше бересіңдер ма? Мынау еще бар, қанша тамақ жесе де семірмейді екен базар жоқ. Сойдым бақпайтын болып тұр онда. Көп арасын үзбей тамақ жеді екен. Болды, шығайық. Жақсы, Жан, жолдарың болсын. Аман есен оралыңдар, я? Соғысқа кетіп баратқан жоқпыз. Қайтып келеміз ғой құрсын. Болды, кеттік шығайықшы болды. Ана тыртықты қорқынышты қып айтты ғой мына. Болды. Тірі қайтармайтын сияқты өшкін. Жақсылап киініп алайық. Тыртық деген анау осы көк спортивкідегі.